жалпы білім беретін орта мектебі 5-ші А сынып оқушысы Рымхан Гүлзат. Абай Құнанбайұлының бірінші қара сөзі. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Ал енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық, қылып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын көрдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай өзімде қайранмын. Ел бағу жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу жоқ, мал баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бақсын. Енді қартайғанда қызығын өзің түгел көре алмай тұғын. Ұры, залым, тілемсіктердің азығын бағып беремін деп, қалған өмірімді, аз ғана қалған өмірімді, қор қылар жайым жоқ.